Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі тақырып инфографика деп аталады. Егер де сіз инфографиканың осындай түрін жасауды үйренгіңіз келсе, осы видеоның соңына дейін қараңыз. Ал егер де педагог мамандарға арналған осындай инфографика жасауды үйренгіңіз келсе, онда описаниеда тұрған сілтемені басып, сол видеоға өтіп көрсеңіз болады. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Ол үшін бізге браузер қажет. Браузерге canva.com деп жазып, осы сайтты іздейтін боламыз. Оған егер бұрын соңды кірген болсаңыз, войти деп логин пароліңізді жазсаңыз болады, немесе зарегистрироваться деп жаңадан тіркелуге болады. Мен бұрын тіркелгендіктен олар уже оны түсініп, мінекей логинімді көрсетіп тұр, продолжитті басып, парольді жазып, осылай кіретін боламын. Загрузка жүріп жатқан пайдаланып, тез менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Әрі видео ұнап жатқан болса, лайк басу арқылы маған білдіріп қойыңыз. Мінекей сайтымыз ашылды. Бұл сайт арқылы тек қана инфографика жасауға болады деп айта алмаймын. Мүмкіндіктері өте көп. Әрқайсысына жеке-жеке алдағы уақытта тоқталатын боламын. Ал дәл қазір мынау көк жолақта тұрған үлкен менюға мән береміз. Для вас, докс, презентация, соцсети деп тұр. Дәл осы жерде осыны астына қарай түсетін болсақ, біздің бұрын соңды жасаған дизайндарымыз шығады. Ал қазір біз жоғарыдағы меню жолындағы 3 точкамен еще деген жазуының үстін басамыз. Сонда бізге қарап отырсаңыздар, әртүрлі тақырыптағы тағы да көптеген шаблондар шығады. Біз именно осы инфографикаға тоқталайық. Посмотреть все дегенді басамыз. Мінекей жоғарғы жақта образование, басқа да көптеген тақырыптағы инфографикалар тұр. Осының өзіңізге керегін басып, арнайы сол тақырыпқа арналған шаблондарды іздесеңіз болады. Немесе осылай астыға қарай түсе берсеңіз, көптеген әртүрлі тақырыптағы осындай шаблондар шығады. Осының ішінен біреуін таңдап, жай ғана сөздерін, суреттерін ауыстырып, қолдана берсек болады. Ал егер мында біреуін таңдап көрейік, егер де мынау жоғарғы жағында сары жұлдызша секілді белгімен про деген жазу шықса, ол дегеніміз ақылы түрдегі шаблон болып табылады. Қазір біреуін таңдап ашып көрейік, немесе создать пустой деп жаңадан өзіңіз одан құрастырсаңыз болады. Мінекей қазір мынаны таңдап көрейік. Ашқан кезде мінекей про деген ешқандай жазу жоқ, яғни сатып алудың қажеті жоқ. Изменить шаблонды басып, осы шаблонды өзіміздің ыңғайымызға қарай өзгертіп аламыз. Өзіме жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін осы беттің көлемін осылай үлкейтіп алайын. Мында қарасаңыздар, жазулар тұр, көптеген эмблема, суреттер тұр. Ең бірінші осы жазудың үстін басып бастайық. Осылай үстін 2 рет чертеміз. Осылай көкпен белгіленеді. Өзімізге керек сөзді осылай жазып аламыз. Мен компьютермен жұмыс істеп жазайын. Енді мында жоғарғы жағында архив блак деген сөз шығып тұр. Осының стрелкасын басамыз жанындағы. Сонда бізге көптеген шрифттар шығады. Бұл жазуымыздың шрифтін өзгертеді. Мында сары түспен белгіленген логотипі бар шрифттар, ол ақылы түрдегі шрифттар. Басқа да тегін шрифттар өте көп. Біреуін таңдай берсеңіз болады. Мен осы күйде қалдырамын. Осылай сөздеріңізді әдемі етіп жаза берсеңіздер болады. Енді оң жақтағы гүлге тоқталайық. Гүлдің үстін 1 рет бассаңыз, жоғарыда редактировать, обрезка, перевернуть, анимация, расположение деп тұр. Біз расположениеге тоқталайық. Бұл қазір анда артында тұрған кітаптың беткі жағында тұр. Біз на задный план дегенді бассақ, мінекей гүл кітаптың артқы фонына кетіп қалады. Қайтадан на передний план дегенді бассақ, кітаптың алдына қарай шығады. Тіпті бұны делетті басып өшіріп тастауға болады. Мышканың көмегімен анда-мында орындарын ауыстырып жылжытуға да болады. Анимацияның үстін басып анимация қоюға болады. Яғни оның шығуын әдемі етіп көрсетуге болады. Біз компьютермен жұмыс деген жазуға қайтадан тоқталайық. Үстінен 1 рет чертсек, жоғарыда 22 деген сан тұр. Жанынан плюс пен минусты басып, оның көлемін үлкейтіп кішірейтуге болады. Мынау оның қасындағы А деген жерді басатын болсақ, бізге көптеген түстерді шығарып береді. Осы сіздің фоныңызға қарай, өзіңіздің
стилиңізге қарай түсін, жазудың түсін өзгерте беруге болады. Егер де ұнамаса немесе қателік кетіп жатса, міне жоғарыдағы стрелканы бассаңыз болады. Енді эффектіге тоқталатын болсақ, мінекей сөзімізге көптеген әртүрлі эффект бере аламыз. Мінекей осының ішінде біреуін таңдайын. Ал астыға қарай түсетін болсақ, міне изогнут деген тұр, осының үстін басатын болсақ, біздің жазуымыз дөңгелекше кейіпке енеді. Оны үлкейтіп кішірейтуге, орнын ауыстыра беруге болады. Мен қайтадан өз орнына қоямын. Енді анимация беріп көрейік. Мінекей жоғарыда анимация деп тұр. Осының үстін басатын болсақ, бізге анимацияның өте көптеген түрлері шығады. Кез келген біреуін таңдай берсек болады. Таңдағаннан кейін сәл астыға қарай түсетін болсақ, бізге оба варианта при входе, при выходе деген таңдаулар тұрады. Соның сізге қайсысы керек, соны таңдай берсеңіз болады. Ал егер де анимацияны алып тастаймын десеңіз, онда удалить анимацию дегенді басамыз. Егер де сіз анимация қойғыңыз келсе, бұл инфографикаңыз сізге сурет емес, видео түрінде сақталатынын естеріңізге сала кетейін. Ал енді суретпен жұмыс жасап көрейік. Мында астында тұрған суреттің үстін бір рет басамыз, координаның үстін басып өшіреміз, немесе delete басып өшіреміз. Өзіңіздің қалаған суретті қою үшін сол жақтағы загрузки дегенді басып, загрузить файл деп басамыз да, компьютерде тұрған кез келген қалаған суретіңіздің үстінен басып, открытті басамыз. Сонда осылай загрузка жүреді, күтеміз. Тағы да суреттің үстін басып, осы картинаның ішіне қарай размерін кішірейтіп, үлкейтіп, осылай келтіріп аламыз, оңға солға жылжытамыз, осылай өзгертеміз. Дәл осылай мында астында тұрған суреттерді де солай өзгерте берсеңіз болады. Ал егер де арнайы суретіңіз жоқ болса, онда осы канваның ішінен сурет іздеуге болады. Ол үшін сол жақтағы қатардағы элементы деген жерге барып, поисққа өзіңізге керек кез келген суретті іздей аласыз. Мысалға, таудың суретін іздейік, мысалы гара деп жазайық. Энтерді басқан кезде бізге графика түріндегі, сурет түріндегі, видео түріндегі бізге таудың суреттерін шығарып беріп тұр. Осының кез келгенін таңдайсыз, үстіне бір рет шертсеңіз, экранға шығады. Осының да көлемін үлкейтіп, кішірейтіп, біздің рамканың ішіне салатын боламыз. Мұнда тек қана суретпен жазуда ғана емес, оның артында тұрған ақ, қоңыр фондарды да өзгертуге болады. Жанындағы гүлімнің кішкентай ғана элементтер бар, соның барлығын өзгертуге болады, барлығын анимация қоюға болады, түсін де өзгертуге болады. Тек үстін бір рет шертсеңіз болды, барлық инструменттер, барлық функциялар сізге көрсетіліп шығып тұрады. Жұмысыңыз жасап болғаннан кейін жоғарыдағы поделиться кнопкасын бассаңыз, астыға қарай түсеміз. Сонда скачать деген сөз тұр, соның үстін бір рет шертеміз. Одан кейін бізге осы суреттің немесе видеоның бізге форматы шығып тұр. Сол форматта таңдап, астындағы скачать кнопкасын басамыз. Одан кейін біздің компьютерімізге сурет автоматты түрде сақталады. Егер де суретте анимация қолданатын болсаңыз, онда видео түрінде сақталады. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен де бөлісе отырыңыз.